Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін өте дәмді, жұмсақ, әрі бір жасағаннан осындай керемет болып шығатын, өте оңай дайындалатын кекс дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бұл жерде ешқандай миксердің, блендердің қажеті жоқ, венчикпен ақ қолдана бересіздер. Одан кейін сұйық майымызды және де сүтімізді құятын боламыз. Сұйық майымыздың ешқандай иісі болмауы қажет, ал сүтіңізді холодильниктен шыққан бойда қоса бересіздер. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін елегіштен ұнымды өткізіп дайындап қойдым. Үстіне қопсытқышымызды салып, оны шетінен салып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша ванилин қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығатын болады. Мінекей біздің массамыз осындай қоюлау болып шығатын болады. Және де осы жерде ең басында кексіңізді дайындар алдында духовкаңызды қыздырып қоя бересіздер, себебі өте тез жасалады. Енді формаларымызға 1,5 ас қасықтай салып, кекстерімізді дайындап аламыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіп шығатын болады. Таңғы шайға жасасаңыздар да болады. Үстіне қалаған присыпкаларыңызды, орехтеріңізді немесе осы тестаның құрамына мейіздеріңізді араластырып салып жасасаңыздар да болады. Мен бетіне осы жолы шоколадты ұнтатып, ұсақтап кесіп әрледім. Өте дәмді болып шықты, және де шоколадты қосқаныма еш өкінбедім. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл мен сияқты шоколадпен жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Ал достар, менің рецепттерім ұнап жатса қолдау көрсетіп, лайк басып, каналға тіркеліп, және де қоңыраушаны баса отырыңыздар. Достарыңызбен де бөлісе отыруыңызға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.